Қайырлы кеш. Бүгінгі вебинарымыздың тақырыбы Global 21 бизнес жүйесінің презентациясы. Онлайн бизнестің презентациясы. Яғни бізде бәрі де табыс табады. Бүгінгі ашық онлайн жобасының спикері Орынбаева Майра боламын. Global 21 бизнес жобасының көшбасшыларының бірімін. Бүгінгі таңда онлайн кәсіпкермін. Себебі Қазақстанның бірнеше облыстарында, аумақтарында жұмыс жасап жатқан интернет дүкендерімнен пассивті кірісім бар. Яғни осы Global 21 бизнес жобасы аясында онлайн кәсіпкерлікпен айналысамын. Бұл бизнеске келгенге дейін мен әрине мамандығым бойынша жұмыс жасадым, мұғалім болдым, отдел кадр жұмыстарын атқардым. Негізі өмірде көшбасшылық позицияны таңдаған адаммын. Мектепте оқысам да, жоғары оқу орнында оқысам да, жұмыс жасасам да, мен көштің алдында білек сыбанып, ынты-шынтымен жұмыс атқаруды мақсат қойған жанмын. Міне осы қасиетімді осы бизнеске келіп қолданған кезде мен үлкен сахналардан бірақ шықтым. Ең алғашқы сахна мен марапатталған, ол өзім тұрып жатқан Шымкент қаласындағы облыстық филармонияның сахнасы болды. Одан кейін Алматы қаласында Балуан Шолақ спорт кешенінің үлкен сахнасы болды. Одан кейін Астана қаласындағы Қазақстан орталық концерт залының сахнасында марапатталдым. Қала берді Мәскеу қаласындағы Россия орталық концерт залының үлкен киелі сахнасында марапатталдым. Бұл марапаттау қошеметтің барлығы мен компания жариялап отыратын ынталандырушы бағдарламалар бар, мотивационный программа дейміз. Сол бағдарламалардың номинанты, яғни теңгелей 270 мың теңгелік бірнеше премияның иегерімін. Бұдан басқа Қытай Халық Республикасына 10 күндік сапар осы компания есебінен және Ресей Федерациясының астанасы Мәскеу қаласына 1 апталық іс сапармен марапатталдым. Бұл осы бизнестегі жетістіктерімнің бір бөлігі. Мынау слайдтағы суреттер соның бірден-бір дәлелі. Енді мен ұсынғалы отырған бизнес туралы айтпас бұрын өмірімізге бағдар беріп көрейікші. Өмірдің басында, жұмысқа қабілетті өмірдің басында біз не күтеміз өмірден? Өмірден әрине бір керемет өмір күтеміз, мақсат қоямыз, бір керемет зәулім сарай үйде тұрсақ, жақсы отбасын құрсақ, бір үлгілі отбасы болсақ, бала-шағамызды бір шетелдік жоғары оқу орындарында, немесе қалаған жоғары оқу орындарында оқытсақ деген сияқты армандар қоямыз. Бірақ шындығына келгенде жасымыз 30-ға, 40-ға келген кезде өміріміздің бір сарында өтіп жатқаны, арманымыздың бәрінің қайда қалғанын білмей, өмірдің тауқыметіне салынып, өмірдің ағымына түсіп, арманымыздың қайда қалғанын білмей жатамыз. Үйді несиеге кредитке алып, көлікті қатарымыздан қалғымыз келмей кредитке алып, қала берді, балдарды үйлендіріп, қызды ұзатуға да кредитке ұрынып жататын жайымыз бар. Енді мен сіздерге ұсынғалы отырған бизнес, осы өміріңіздің басында қандай өмірді мақсат қойдыңыз? Зәулім сарай үй, шетелде демалу, балдарыңызды қалаған дипломы мықты жоғары оқу орнында оқыту, шетелдің, міне осы мақсаттарыңызға қол жеткізетін бірден-бір бизнесті сіздерге ұсынғым келіп отыр. Мен ұсынғалы отырған бизнесті бастау үшін алдымен қолыңыздағы смартфон телефон жеткілікті. Смартфон бүгінгі таңда әлемді бағындырып жатыр. Келісесіздер. Қайда қарасақ смартфоны жоқ. Қазір кішкентай баладан бастап пенсиядағы 70-80-дегі апаларымызға шейін смартфон телефонды игереді, смартфон телефонмен қолданады. Міне осы смартфон телефон алғашқы мен ұсынғалы отырған бизнесті бастауға жеткілікті. Ары қарай әрине ноутбук қажет болады. Яғни бұл бизнес осы смартфон телефонға, бизнесқа, ноутбукке сиятын бизнес. Яғни кез келген интернет бар жерде, ол сіз демалыста боласыз ба, ол сіз той тойлап қыдырып жүресіз ба, ол сіз ауылға барып
ата-анаңыздың жағдайын білуге барасыз да. Яғни интернет бар болса, сол бұл бизнесті жүргізуге жеткілікті сізге. Енді сөзім құрғақ болмау үшін, біздің бизнестегі мен бизнес серіктестерімнің табыстарымен бөліскім келіп отыр. Бұл тек қана сурет қана емес, бұл жерде сіз осы бизнеске қосылған жағдайда сізге берілетін жеке кабинетіңіздегі мынау слайдта көрсетілген әрбір бизнес серіктестің жеке кабинетінен алынған мәліметтер. Выписка дейміз ғой, көшірме. Міне Жәмила апайымыз бұл кісі медицина саласында жұмыс жасап, зейнеткерлікке шыққан, зейнеткерге шыға салып, біздің бизнеске келіп қосылып, 2 аптадағы табысы 126 мың теңгені құрады. Айнұр декретте отырған, бала күтімінде отырған ана, негізгі мамандығы дәрігер, декретте отырып, бала күтімінде отырып, 2 аптадағы табысы біздің бизнеске келе салып 134 мың теңгені құрады. Мейрамгүлдің негізгі жұмысы бар, негізгі жұмысына қоса біздің бизнесті ала жүріп, 2 аптадағы табысы 150 мың теңгені құрады. Мейрамгүл бұл табыстан бөлек 270 мың теңгелік премияға, сыйақыға қол жеткізді осы бизнесте. Ол бала 4 аптадағы табысы 188 мың теңгені құрады. Нұрбану өзі врач, дәрігер, дәрігерлік жұмысына кейін кешке бір мезгіл осы бизнеске уақыт бөліп, 2 аптадағы табысы 214 мың теңгені құрады. Енді барлығы бірдей біздің бизнеске келіп, бірден 200-150 мың теңге табысқа шыға бермейді. Әрине, ол сіздің осы бизнеске бөлген уақытыңызға байланысты. Мұны Гүлжан 2 аптадағы табысы 56 мың 500 теңге құрап тұр. Немесе, Алтынайдың 2 аптадағы табысы 35 мың теңгені құрап тұр. Бұл деген сөз, сіздің қандай бағдарламамен жұмыс жасайтыныңызға байланысты, осы бизнеске қандай уақыт бөлетініңізге байланысты. Бізде заңсыз төлемдер жоқ. Жаңағы көрсетілген слайдта көрсеткен барлық табыстың түрі, ол сыйақы бола ма, ол апталық табысымыз бола ма, барлығы тек қана Халық банк арқылы төленеді. Яғни заңды түрде жұмыс жасаймыз, жалақымызды тек Халық банк арқылы аламыз, апта сайын табысымыз есептеліп отырады, айлықты айына 2 рет аламыз, әр айдың 10 мен 20-сына және дәл уақытында төленеді. Енді есептейтін болсаңыз, жылына жалдамалы жұмыста 12 рет айлық алсаңыз, біздің бизнесте жылына барлығы 24 рет табыс аласыз, айлық аласыз. 5% медициналық сақтандыру қарастырылған, яғни сіздің табысыңыздан 5% медициналық сақтандыру төленіп отырады. Қазақстан салық қазынасына салық төлеп отырмыз. Егер сізде жеке кәсіпкер куәлігі бар азамат болсаңыз, 3% төлейсіз, жеке тұлға болсаңыз 10% салық төлеп отырасыз. Яғни пенсиялық жинақтау бізде жасалады. Мұны командамыздың, үлкен командамыздың бір бөлігі, сол бөлігінің майталмандары десек болады. Бұл жерде көп балалы ана да бар, бала күтімінде отырған ана да бар, жастар да бар, зейнеткерлікке шыққан үлкен кісілер де бар, дәстүрлі бизнесте жүрген бизнесмен де бар, жалдамалы жұмысымен біздің бизнесті қоса алып жүрген де бизнес серіктестер бар. Бұлардың барлығы біздің бизнесте үлкен жетістікке қол жеткізген команда мүшелері. Енді мына Билл Гейтсті бәріміз білеміз, алдымыздағы ноутбуктың әр үйде орын алуына бірден бір себепкер Билл Гейтс. Осыдан 20 жыл бұрын, егер сіздің бизнесіңіз интернетте болмаса, онда сіз бизнесте жоқпын деп есептеңіз деген сөзінің бүгінгі таңда іске асқаны, айтқанның келгені, бұл әрине көзіміз жететін нәрсе. Яғни бүгінгі таңда сатып алудың барлығы интернет арқылы іске асады. Бұл бір сөзбен айтқанда тренд дейміз. Яғни ақша аударатын болсақ та, жаңа кредитті жабатын болсақ та, ұялы телефон қызметін төлейтін болсақ та, әуе темір жол билеттерін алатын болсақ та, тіпті такси шақыратын болсақ та, интернеттің мүмкіндіктерін пайдаланып отырмыз. Яғни бүгінгі таңда интернеттің мүмкіндіктері шексіз. Саяхатқа жолдаманы да үйде отырып жасауға болады.
тамаққа да тапсырыс беруге болады. Яғни бүгінгі 21 ғасыр дейміз, интернеттің мүмкіндіктерінің шексіздігінің бірден бір дәлелі. Міне біз ұсынғалы отырған бизнесте осы интернет арқылы іске асады. Енді ең басты құндылығымыз уақыт. Мысалы, ақшаны жоғалтсаңыз, оны жұмыс жасап орнына келтіруге болады. Ал уақытты өткізіп алсаңыз, ол уақыт әрине орнына қайтып келмейді, қалпына келмейді. Сондықтан осындай құндылығымызды біз қалай пайдаланып отырмыз? Мысалы, интернет желісіне бір 5 минутқа кіріп, сағаттап отырып қалатынымыз бар. Инстаграмымыз бар, ватсабымыз бар, күні бойы отырып қала берді. Суреттерге қызығып, эстрада жұлдыздарының суреттеріне қарап, уақытты текке кетіп жатқанын байқамай қаласыз. Міне осы уақытымызды, бос кетіп жатқан уақытымызды тиімді пайдаланып, біздің жүйемен интернет арқылы жақсы табыс таба алатынымызды айтқым келеді. Сонымен сізге біз не ұсынамыз? Біз бизнес жүйе жасауды ұсынамыз. Бұл бизнес, жаңа айттым, смартфон, телефон арқылы, ноутбук арқылы іске асады. Дайын жоба, еш нәрсе алып қосатыны жоқ. Графикті де өзіңіз белгілейсіз, күніге 1 сағат уақыт бөлесіз бе, соның табысына қанағаттанасыз ба, жоқ, күніге 5-6 сағат уақыт бөліп, үлкен табысқа қол жеткізесіз ба, ол өз құзырыңызда. Бізде бұл бизнесте салым жоқ, сатумен айналыспайсыз, пакет көтеріп, яғни салым болмағаннан кейін, сату болмағаннан кейін, әрине бұл қауіпсіз бизнес. Бір сөзбен айтқанда, ең бастысы бұл бизнесте сіз пассивті кіріске қол жеткізесіз. Пассивті кіріс деген сіздің қатысуыңызсыз жасалған жұмыстан сіз табыс тауып отырасыз. Енді мынау жаңа супермаркеттерден, дүкендерден үйге қажетті, тұрмысқа қажетті заттарды алып жатқан кезде сіз өзіңіз байқамайсыз, орасан зор тауар айналымын жасап жатқаныңызды. Мынау цифрларға үңілетін болсаңыз, сіз осы нәрсеге қазір көз жеткізесіз. Айталық, біздің Шымкент қаласындағы 1 миллион адамның әрқайсысы 5000 теңгеден тұрмысқа қажетті заттарды ай сайын алады. 5000 теңгеге не аласыз? Бір шампунь аласыз, бір шаш шаятын бальзамын аласыз, бір тіс жуатын пастыңызды аласыз, артылып жатса жаңа бір ыдыс-аяқ жуатын сұйықтығыңызды аласыз. Яғни 1 миллион адам әрқайсысы 5000 теңгеден күнделікті тұрмысқа қажетті затын дүкен арқылы алған кезде, бұл дегеніміз сол дүкенге 5 миллиард теңге сауда жасалды деген сөз. Келісесіз, 1 миллионды 5000 теңгеге көбейтсеңіз, сол дүкендер арқылы 5 миллиард теңгенің саудасы жасалды деген сөз. Егер осы тауар айналымның 10%-ын, 10% сіз өзіңіздің интернет дүкеніңіз арқылы жасайтын болсаңыз, ол 500 миллион теңгені құрайды. Ал мен ұсынып отырған бизнесте сіздің ең төмен табысыңыз 10%, тауар айналымы 10%-ті құрайды. Енді 500 миллион теңгенің 10%-ын есептейтін болсаңыз, долларға шаққанда $170 мың құрайды. Яғни, сіз осы табысты, осыншама табыс, $170 мың табыс, дүкеннің егелерін байытып отырсыз. Байқап отырсаңыз, супермаркеттердің егелерін байытып отырсыз. Мен не ұсынамын, мен айтамын сізге, сол дүкеннің қожайынын байытқанша, өз интернет дүкеніңіздің тауар айналымын жасаңыз, және адамдарды да осыған үйретіңіз деймін. Бар болғаны осы ғана. Яғни супермаркеттің саудасын жасап, дүкеннің саудасын жасап, олардың егелерін байытқанша, сіз өз интернет дүкеніңізде осы тауар айналымын ұйымдастырсаңыз, содан сіз пассивті табысқа қол жеткізесіз. Яғни не ұсынамын? Ескі мынау делдал дүкендер арқылы алып сатуды, яғни тауар айналымын ұйымдастыруды ескі әдісін бүгінгі 21 ғасырдағы жаңа әдіске, яғни тікелей өндірушіден өзіңіздің интернет дүкеніңіз арқылы алып сатуға ауыстыруды ұсынып отырмыз. Біздің енді әрине ол үшін, ол интернет дүкенін тауар айналымын ұйымдастыру үшін адамды қайдан табамын, қалай шақырамын деп қорқудың қажеті жоқ. Себебі бізде шақырмай-ақ шақыру әдісі бар. Яғни сіз адамды емес, адамдар өздері сіздің командаңызға сұранатын
әдіс бар. Осы әдісті оқып үйретеміз. Бұл керемет әдіс. Қала берді, мынау әлеуметтік желілер бар, Инстаграм, ВК, Фейсбук, сонда отырған адамдар. Яғни сіздің айналаңызда адамда есеп жоқ. Егер жұмыс істеп теретін болсаңыз, неден? Яндекстен, миллиондаған нәтиже шығады. Яғни жұмыс іздеп жатқан миллиондаған адам. Міне сол адамның бәріне осы бизнес мүмкіндікті сыйлайтын болсаңыз, әрине сіз бұл бизнесте үлкен жетістікке қол жеткізесіз. Қала берді, телефоныңыздың контактысында сақталған достарыңыз, көршілеріңіз, таныстарыңыз кемі 500, менде мысалы 1000-ға жақын адамның телефоны сақталған. Мұны жұмыс істеп Яндекстен теретін болсаңыз, 39 миллион айына 39 миллион адам жұмыс істеп теріп интернет желісінен жұмыс іздейді екен. Міне осы адамның бәрі, әрине, адамның бәріне осы бизнес мүмкіндік сыйлайтын болсаңыз, сіз бізде бәрі табыс табады. Біз үстініп отырған Global 21 бизнес жобасындағы табыстар 4 түрлі бағдарлама бойынша іске асады. Ең төмен табыс аптасына $800 құрайды. Екінші бағдарлама бар, аптасына жоғары табысыңыз $1600 құрайды. Үшінші бағдарлама бар, аптасына жоғары табысыңыз $3000 құрайды. Ең жоғары табыс бізде аптасына $5000 құрайды. Бұл әрине аптасына табысыңыз. Ал енді айға шығатын болсаңыз, бір аптада 4 апта бар деп есептейтін болсақ, 5000-ді 4-ке көбейттіңіз, айына $20000 табыс сіздікі деген сөз. Енді осындай табысқа қол жеткізу үшін неден бастау керек деген сұрақ туындап отырған шығар. Ең алдымен серіктес компанияда тіркелуден бастайсыз. Ол 2700 теңгені құрайды. Бұл 2700 теңге сізге тіркелу барысында өзіңізге интернет дүкен ашуға мүмкіндік береді. Яғни 2700 теңге төленген кезде сіз өзіңізге интернет дүкен ашасыз. Және супермаркеттен емес, басқа дүкеннен емес, өзіңіздің интернет дүкеніңіз арқылы тауар айналымын ұйымдастыра бастаған кезде сіз белсенді тұтынушыға айналасыз. Әрине, әрбір жұмыстың өзінің оқуы бар, өзінің әрекет ету алгоритмі бар, сол үшін оқуға тура келеді. Әрі қарай Global 21 бизнес жүйесінің алгоритміне сәйкес әрекет жасайсыз. Міне осы 4-5 іс әрекет сізді тұрақты, пассивті кіріске қол жеткізуге бірден бір мүмкіндік береді. Енді мынау табыс табу бағдарламасын әрине өзіңіз таңдайсыз, қай табыстан бастайсыз, қай табыспен ары қарай жұмысыңызды жалғайсыз, өз қалауыңызда. Егер менің кредитім бар, мен үйімді ипотекадан босатып, ақшасын төлеп, өзіме баспана еткім келеді деп бір үлкен мақсат қоятын болсаңыз, мен сізге Турборос 200 бағдарламасын ұсынамын. Бұл бағдарламамен сіз 1,5 жылда 1 миллион табысқа шыға аласыз. Жылдық табысыңыз 1 миллион теңгені құрайтын, 1,5 жылда қол жеткізетін Турборос бағдарламасы бар. Енді осыншама қыруар ақша қайдан алынады? Сол нәрсеге көз жеткізіп көрейік. Сіз 2700 теңгеге компанияға тіркелген кезде сіз бейінді сатып алушыға айналасыз. Яғни сырттағы супермаркеттен емес, базардан немесе дүкендерден емес, өзіңіздің интернет дүкеніңіз арқылы өзіңізге қажетті, тұрмысқа қажетті заттарды ала бастаған кезде, әрине сіздің интернет дүкеніңіз арқылы тауар айналымы ұйымдастырыла бастайды. Енді бірнеше айдың көлемінде, біздің командалық жұмыстың нәтижесінде, мынау Global 21 бизнес жүйесінің алгоритміне сәйкес жұмыс жасап бастаған кезде, команданың қолдауымен сіздің командаңызда 3 айдың көлемінде 200 адам болады. Оған күмәніңіз болмасын. Енді сол 200 адамыңыз өзіне керекті ай сайын өнімдерін әрқайсысы 5000 теңгеге алған кезде сіздің интернет дүкеніңіз арқылы 1 миллион теңгенің тауар айналымы жасады деген сөз. Келісесіз, 200 адамды 5000 теңгеге көбейтсеңіз, 1 миллион теңгенің тауар айналымын ұйымдастырдыңыз сіз өз интернет дүкеніңіз арқылы. Бұдан сіздің табатын табысыңыз жобалап 100-150 теңгені құрайды. Себебі біздің бизнес жүйеде сіздің ең төмен табысыңыз тауар айналымынан 10%-ті құрайды. Енді тағы бірнеше айдың жүзінде сіздің 200 адамыңыз өз интернет дүкендерінің жұмысын ұйымдастыра бастаған кезде сіздің
командаңызда 1000 адам болады. Енді 1000 адам өзіне қажетті өнімдерін 5000 теңгеге ала бастаған кезде, сіздің интернет дүкеніңіз арқылы ай сайын 5 миллион теңгенің тауар айналымы жасалды деген сөз. Бұдан сіздің табысыңыз жобалап 500-600 теңгені құрайды. Міне осындай табысқа жеткізу біздің бизнес жүйеде, сізді осындай табысқа жеткізу біздің бірден-бір мақсатымыз. Енді менде мысалы Қазақстанның айттым ғой, бірнеше облыстарында, бірнеше аймақтарында интернет дүкендерім жұмыс жасап жатыр деп. Менде бар мысалы бизнес серіктестерім 50-100 мың теңгеге тауар айналым жасайды. Яғни өз интернет дүкені арқылы өзіне күнделікті қажет нәрсені 50-100 мыңдап алатын. Жарайды, орташа 15 мың теңге. Жаңа 1000 адамыңыз, сіздің интернет дүкеніңіз арқылы әрқайсысы өзіне қажетті 15 мың теңгелік жаңағы өнімді алған кезде, сіздің интернет дүкеніңіз арқылы 15 миллион теңгенің тауар айналымы жасалды деген сөз. Бұдан сіздің табатын тікелей табысыңыз жобалап 1,5 миллион теңгені құрайды. Яғни бұл жерде сіз сатумен айналыстыңыз ба? Сатумен айналыспайсыз. Әр адам өнімнің өзіне қажеттісін алып жатыр. Сіз бар болғаны тауар айналымын ұйымдастырдыңыз. Осындай бизнес мүмкіндік бар екені туралы мәлімет бердіңіз. Интернет дүкенінің тауар айналымын ұйымдастыруға қана үлес қостыңыз. Сонымен біз ұсынылып отырған бизнес Global 21 бизнес жобасы жүйесі бұл ойластырылған, жолға қойылған жүйе. Сіздің арнайы дайындығыңызды қажет етпейді. Сіздің дипломыңыз бар ма, жұмыс өтіліңіз бар ма, жынысыңыз қандай, жасыңыз қандай, ол маңызды емес. Және оқу бізде тегін, тәсіл заман талабына сай, яғни интернет арқылы іске асатын. Ең бастысы сізді 500 мың теңге табысқа жеткізу біздің алға қойған мақсатымыз. Сонымен жүйе қалай жұмыс атқарылады, оқу қалай іске асырылады, осындай онлайн вебинарлар арқылы, презентациялар арқылы, видео материалдар арқылы іске асырылады. Тіркелгеннен кейін сізді тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн жұмыс жасайтын телеграм чаттарына қосамыз, яғни онлайн офис десек болады. Яғни тәуліктің кез келген уақытында, кез келген сұрағыңызға ол жерден жауап ала аласыз. Егжей-тегжейлі нұсқаулық беріледі сізге. Мынау командаңызға адамдар, сіз адамды емес, адам сізді іздеп келетін, сұранатын, сіздің командаңызға мен қосылайыншы деп сұранатын шақыру әдісіне оқып үйретеміз. Қала берді офлайн кездесулер ұйымдастырылады, яғни тек видео арқылы, тек осындай вебинар арқылы ғана көріп қоймайсыз, бетпе-бет, көзбе-көз жүздесулерде ұйымдастырылады. Бір сөзбен айтқанда, мен сізді командалық брендке, ең жылдам өсетін командаға шақырып отырмын. Енді әрбір жұмыстың әрине теріс жағы болады. Біздің бизнестінде бірде бірегей теріс жағы бар. Бұл мынау құрылым құру кезінде біздің ерекше жүйенің арқасында сіз карьера бойынша жылдам көтерілесіз, табысыңыз да күрт өседі, бірақ кәсіби өсу қалып кетеді. Яғни алып жатқан жоғары табысыңызға сәйкес келмей жатады сіздің кәсіби өсуіңіз, кәсіби деңгейіңіз. Сондықтан әрдайым оқуға тура келеді. Яғни Global 21 бизнес жүйесінің барлық вебинарларына, үйретуші іс-шараларына атсалысып, міндетті түрде қатысып отыруыңыз шарт болады. Енді мынау кіріс, бүгінгі таңда біз қандай кіріс, табыстың түрлерін білеміз. Жалдамалы жұмысты білеміз, бәріміз үйренген, бәріміздің басымыздан өткен, мүмкін жұмыс атқарып та жүрген шығарсыз жалдамалы жұмыста. Жалдамалы жұмыстың табысын салыстырайық. Дәстүрлі бизнесте жүр біраз азаматтар, дәстүрлі бизнесті салыстырайық, және мен ұсынып отырған Global 21 бизнес жүйесіндегі табысты салыстырайық. Бір жыл уақытты алатын болсақ, жалдамалы жұмыста сіз білексіз істесеңіз де, жұмыстан 2-3 сағат қалып, түннің 1 уағына дейін жұмыс атқарсаңыз да, алатын ай сайынғы айлығыңыз тұрақты, яғни өзгермейді, келісесіз, біз мына жерде орташа 100 мың теңгені алдық. Мен мысалы өзімнің соңғы жалдамалы жұмыстағы табысым бар жол 54 мың теңгені құрады. Ол бір жыл көлемінде емес, ол соңғы 3 жыл көлемінде 1 теңгеге өзгерген жоқ. Яғни бір жыл көлемінде сіздің айлық табысыңыз өзгермейді. Ол сіз қаншалықты жұмыс атқарып жатсыз, қанша уақыт бөліп жатсыз,
ол маңызды емес. Енді дәстүрлі бизнесті алайық. Дәстүрлі бизнесте әрине алдымен шығыннан бастайсыз, кредит аласыз. Мысалы дәстүрлі бизнестің ең қарапайым түрі тігін цехын ашу, немесе бір жаңағы бутик, дүңгіршек дейміз ба, бутикті жалға алып киім сату. Мысалы Бішкектен әкеп, немесе Қытайдан әкеп. Әрине ол бутикті бірінші жалға алу керек, оған ақша керек. Ол бутиктің ішін сататын затқа толтыру үшін тағы ақша керек. Яғни сіз шығыннан бастайсыз. Егер бір жыл көлемінде, бір жылдан кейін сіз табысқа шығып, уже шығыныңызды жауып табысқа шығып жатсаңыз, әрине ол құба-құп. Бірақ бұл дәстүрлі бизнесте статистика көрсетіп отыр, 90% дәстүрлі бизнестегі конкуренцияға төтеп бере алмай, қайтадан жалдамалы жұмысқа оралып, кредиттерін жауып жүрген өз басым біраз таныстарым бар. Енді мен ұсынып отырған Global 21 бизнес жобасында сіздің бірінші айдағы табысыңыз 50 мың теңгені құраса, келесі айда ол 100 мың болады, одан кейінгі айда 150 мың болады. Осылайша бір жылда 6 миллион 400 мың теңгелік табысқа қол жеткізуге болады. Яғни Global 21 бизнес жобасында сіздің табысыңыз геометриялық прогрессиямен өседі. Бұл математикадағы өсудің бірден-бір жоғары түрі. Енді әрине сіз интернет дүкеніңізде қандай тауар толтырасыз, қандай тауармен, оны қайда сақтаймын деген сұрақтар мазалап отырған шығар. Әрине бұл факторлар сіздің табысыңызға әсер етеді. Біздің серіктес компаниямыз, біз таңдаған серіктес компаниямыздың сенімділігіне тоқталатын болсақ, біз таңдаған серіктес компания бұл 22 жыл нарықта тексерілген, яғни уақытпен тексерілген халықаралық бизнес, яғни дүние жүзінің 224 елінде бизнес серіктестеріміз осындай интернет дүкендермен жұмыс жасап отырған компания. Бұл TNC Қазақстан компаниясы, Қазақстанда бұны басқаша Тиньши деп те атайды. Яғни халықаралық бизнес. Сіздің интернет дүкеніңіздің тауар айналымын ұйымдастыру барысында бүкіл дүние жүзінің 224 елмен жұмыс атқара аласыз деген сөз. Біздің Қазақстанда ресми өкілеттіктеріміз Астана, Алматы, Ақтөбе қалаларында бар. Бұл деген сөз Қазақстанның барлық бөлігі қамтылады осы өкілеттіктердің жұмысы арқылы. Сонымен қатар табысыңыз жөнінде немесе интернет дүкеніңізде тауар айналымы жөнінде қандай да бір сұрақ туындаса, колл-центр арқылы тегін, уақытылы, дұрыс жауап ала аласыз. Яғни әйгілі әлемдік бренд ең бастысы бұл мұраға қалдыратын бизнес. Яғни жаңағы интернет дүкеніңізді қаншалықты сіз жұмыс деңгейін жақсартасыз, қандай деңгейге көтересіз, сол деңгейде сіз мұраға қалдыра аласыз бұл бизнесті. Яғни жоғары сапалы өнім, интернет дүкеніңіздегі өнім сертификацияланған, күнделікті сұранысқа ие, тікелей өндірушіден келетін өнім. Біздің Қазақстанда 2017 жыл нәтижесі бойынша нөмірі 1 сапалы өнім атанды. Кенші өнімдері. Яғни бұл өнімді сатудың қажеті жоқ, бұл өзін-өзі сататын өнім. Жайлы бағалар, керемет жеңілдіктер қарастырылған өнімдерге, жоғары ассортимент, жынысқа, жасыңызға байланысты түрлі ассортиментпен қамтамасыз етіледі интернет дүкеніңіз. Енді онлайн интернет арқылы тапсырыс бергеннен кейін, егер қалада тұрсаңыз 1-2 күн көлемінде, ал ауыл аймақта тұратын болсаңыз 5 күн көлемінде жеткізілу алады, уақытты алады. Компания түрлі акциялар ұйымдастырып отырады. Бірден-бір жоғары табысты, дүние жүзі бойынша ресми жоғары табысты, артық шығынсыз, демек қауіп-қатерсіз бизнес құратын керемет маркетинг жоспарымыз бар. Жылына 24 мәрте төленеді ресми төлемдеріміз, халық банк карточкасы арқылы. Компания бүгінгі таңда жеке колледжі мен университеті бар. Дипломдары дүние жүзі бойынша жарамды. Яғни бұл университет колледжді бала-шағаңыз бітіретін болса, оның дипломымен дүние жүзінің кез келген қаласында, кез келген елінде бұл дипломмен жұмысқа қабылданады деген сөз. Дүние жүзі бойынша қаласы бар бірден-бір компания, Тиньши компаниясы, индустриалды парк дейміз оны, Тяньцзин қаласында орналасқан. Тайцзишен жеке сауықтыру орталығы бар. Дүние жүзі бойынша 5-7 жұлдызды жеке қонақ үйлері бар. Бұл қонақ үйлерде мен өз басым болдым.
индустриалды паркта 5-7 жұлдызды қонақ үйлерін көзбен көріп қолмен ұстап. Сонымен бірге жыл көлемінде ынталандырушы бағдарламалар жасап отырады, компания ұсынып отырады. Сол бойынша құнды да бағалы сыйақыларға қол жеткізе аласыз. Жаңағы апталық табыстан бөлек. Яғни дүниежүзі бойынша өткізілетін жабық іс-шаралар, яғни ол іс-шараға қатысу үшін әрине сіз сол дүниежүзінің елдерін аралайсыз, яғни саяхатқа қол жеткізесіз. Бір сөзбен айтқанда, мен сізге кілтінен дайын бизнес, жұмыстың дайын жүйесін ұсынып отырмын. Міне Алматы қаласындағы Теңіз Қазақстан корпорациясының өкілеттілігі, міне осы қызметкерлер сіздің айлығыңыздың уақытылы халық банк карточкасына түсуін қамтамасыз етеді. Қала берді, сіздің кез келген сұрағыңызға жауап береді. Табыс жөнінде немесе интернет дүкеніңіздегі тауар айналымы жөнінде. Енді жаңағы сыйақыларды айттық. $1000 сыйақы бар, $5000 сыйақы бар, $30,000 автобонус деп аталатын сыйақының түрі бар, және жаңағы вилла деп аталатын $170,000 сыйақылар бар. Бұл сыйақының барлығы теңге эквивалентінде сіздің халық банк карточкаңызға аударылады. Бірақ Қазақстанда жылына 2 рет өткізілетін жабық іс-шараларда үлкен сахналарда сізді марапаттайды. Автобонус иегері ретінде, вилла иегері ретінде, жаңағы саяхаттардың номинанты ретінде сізді үлкен сахналарда марапаттайды. Яғни сіздің жұмысыңыз осындай керемет сахналарда бағаланады. Мұны автобонусты $30,000 сыйақының түрі. Автобонус ақшалайсыз халық банк карточкаңызға аласыз ол ақшаны, онымен кредитіңіз жабасыз ба, немесе жаңа квартира, ипотекада квартираңызды тазалап сатып аласыз ба, жоқ автокөлік алып мінесіз ба, ол өз еркіңізде. Бірақ сізді үлкен сахнада осындай жаңағы автобонус иегері ретінде қошеметтеп марапаттау бұл компанияның жаңа көрсететін қошеметінің бірі. Біздің қатарымызда ерлер клубы, яғни ер азаматтар да бұл бизнесті өте керемет жүргізіп отыр. Алтын Арыстан ерлер клубы жұмыс атқарады. Бұлардың әрқайсысы дәстүрлі бизнесте банкротқа ұшыраған ер азаматтар бар. Сөйтіп осы бизнеске келіп, үлкен жетістікке қол жеткізіп, үлкен табысқа қол жеткізіп, осы бизнесте өздерін тапқан бірден бір жаңағы бір отбасының отағалары десек артық болмайды. Яғни ер азаматтар да бұл бизнесті алып жүре алады. Енді бүгінгі презентациямызды қорытындылайтын болсақ, сонымен ұсынып отырған бизнесіміздің мәні не? Бизнесіміздің мәні тауар айналымын құру және интернет магазиндерінің иелерін оқытып үйрету соған. Не істейсіз, не істеуіңіз керек, адамдарға осындай керемет бизнес жасау мүмкіндігі туралы мәлімет бересіз. Қыруар ақшаны не үшін төлейді? Әрине, тауар айналымын құрып, интернет магазиндердің иелерін оқытып үйреткеніңіз үшін төлейді. Кім көмектеседі бұл бизнесте? Бұл бизнесте әрине біз көмектесеміз, тәжірибелі коучтар мен жаттықтырушылар көмектеседі. Яғни бүкіл команда сіздің осы бизнесте жетістікке қол жеткізуіңізге көмектеседі. Нәтижесінде неге қол жеткізесіз? Нәтижесінде сіз жылдам өсетін табысқа, саяхатқа, сыйақыға, ең бастысы бала-шағаңызға мұраға қалдыратын бизнеске, яғни жеткілікті өмір сүруге қол жеткізесіз. Бір сөзбен айтқанда, еркіндік сөзі бар ғой, орысша свобода дейміз ғой, осы нәрсеге қол жеткізесіз. Яғни қалаған жеріңізге қыдырасыз, қалаған жеріңізге барасыз, 8 сағаттық жұмысқа, бастықтың жаңағы несіне, тәуелділігінен арыласыз. Еркіндік сөзінің бүкіл мән мағынасының ашылғанына қол жеткізесіз. Қала берді, үлкен сахналарда, қызыл дорожка дейді ғой, мен өз басым үлкен сахналарда марапатталған кезде, Кан фестивалында киноактрисалар жүреді ғой, тура өзім сондай сезінгенмін. Әсіресе Мәскеу қаласында болған жабық іс-шарада үлкен қызыл дорожкамен үлкен сахнаға шығарған кезде
6000 адам сізге қол соғып қошемет жасап жатыр. Құшақ гүл, керемет сөздермен марапаттап қошемет жасалып жатыр. Міне осындай дәрежеге өзіңізді көтересіз бұл бизнесте, сондай нәтижеге қол жеткізесіз. Енді презентация барысында қандай да бір сұрақ туындап сізде, сол сұраққа вебинар барысында жауап ала алмаған болсаңыз, міндетті түрде осы презентацияны сізге жіберген, видеоматериалды жіберген адамға бірнеше минут ішінде хабарласыңыз. Сіз міндетті түрде өзіңіздің жаңағы жауап ала алмаған сұрағыңызға міндетті түрде жауап аласыз. Қала берді, жұмыс жөнінде қосымша ақпараттарға беріледі сізге. Сондықтан сізге қош келдіңіз дейміз. Бізге бірге жұмыс жасауға біз әрқашанда дайынбыз. Назар қойып тыңдағаныңыз үшін рахмет.